Жасайтын ыстық тағамымыз дымлама. Ол үшін бізге қойдың еті, егер де қойдың етін қаламасаңыздар, сиыр еті де бола береді. Қазанымызға майымызды осылай қыздырып аламыз. Бірінші етімізді кішкене қызартырып қуырып аламыз. Біз қазір етімізді қазанымызға бір салып қуырып аламыз. Егер қуырмасаңыз да болады, мен кішкене еті қызарсын деп бір жарты етіп аламын. Етіміз қуырылды, қызарып, кішкене су тартылды. Енді біз слой-слоймен овощарымыз саламыз. Кішкене тұздаймыз. Тұз. Кішкене қара бұрыш. Осылай овощарымызды салып, картошкамызды кішкене тұз себеміз, овощарымызды салып болып, осылай картошка тұзды тартып кетеді, сол үшін кішкене сала беріңіздер, қорықпаңыздар. Ең үстінен капустамызды тереміз. Астын басып, крышкасын жабамыз да 3-4 сағатқа осылай бұқтырып аламыз. Осылай дымламамыз пісті, картошкасын осылай әдемілеп салып, етін ортасына салдық, әдемілеп апаменесін жасап, осылай қонақтарыңыздың алдына тарта берсеңіздер болады. Ас болсын.